Қайырлы достар, бүгін біз сіздермен келесі сабақ жалғастырамыз. Бүгін біз сіздермен Arduino мен компьютер арасындағы байланыстың қалай болатынын көрсететін боламыз. Және де скетчтің Arduino қалай жүктеуге болатынын танысамыз. Ол үшін ең алдымен біз Arduino платаны мен компьютер арасында USB кабель арқылы байланыс орнатамыз. Ол өте оңай. Кабельмен жалғаймыз, яғни кез келген портқа USB 2 болсын, USB 3 болсын, Arduino'ны жалғаймыз. Қосылғаннан кейін Arduino'да қызыл свет жанады, ол тоқ келіп тұр деген білдіреді. Arduino мен компьютер байланысқаннан кейін бірінші біз код жазамыз. Ең алдымен біз Arduino'ның жұмыс істеу қабілеті, яғни жұмыс істеп тұр ма, соны тексереміз. Ол үшін Arduino IDE программасын ашып, файл батырмасын шертіп, Premiere батырмасынан Basic және Blink таңдайтын боламыз. Бұл автоматты жазылған тексеру үшін дайын скетч болып табылады. Бұны енді Arduino жүктейміз. Жүктеу үшін инструменты, платаны басып, Arduino Uno, яғни Arduino Genuino Uno'ны таңдаймыз. Енді бұл жерде Arduino көптеген түрлері бар. Бізде Arduino Uno таңдап аламыз. Ол, яғни осы Arduino'ның платаның скетч болып болады. Одан кейін біз порт таңдаймыз. Порт таңдау үшін инструменті, порт батырмасын шертіп, COM9-ды таңдаймыз. COM9 дегеніміз ол Arduino және компьютер бір уақытта бірнеше Arduino'ның жұмыс жасайды деген білдіреді. Платаның порт таңдалып болғаннан кейін міндетті түрде бірінші тексереміз, сосын загрузка батырмасын шертеміз. Тұрмыс файлын жағдайда бірінші біз тексеріп алайық. Галочканы басамыз, бұл яғни тексеру батырмасы. Arduino IDE біздің скетч тексереді. Дұрыс болған жағдайда компиляция скетчі деген бізде сообщение шығады. Егер қате болатын болса, бізде қателікті көрсетеді. Яғни қай строкада қате бар екендігін қызыл свет жанып көрсететін болады. Ары қарай компиляция скетч батырмасын басып, загрузка батырмасын шертеміз. Бұл жерде парта мен порт арасында байланыс орнатылған, яғни жүктеу батырмасын шертеміз. Ол біздегі құрал саймандарда екінші батырма, яғни загрузка батырмасы. Енді қараймыз. Бізде, яғни портымызда L деген портымыз, яғни жанып өшіп тұр. Бұл дегеніміз бізде скетчте LED built-in 1 секунд жанады. LED built-in 1 секунд өшеді, яғни платамызда солай 1 секунд жанып, 1 секунд өшіп тұр. Жақындатып қарайық. Қарасаңыздар, міне L-ымыз 1 секунд жанып, 1 секунд өшіп тұр. Яғни скетчтен платаға осылай программа келіп тұр. Яғни бұл тікелей сол скетчтегі программаға бағынады деген сөз. Яғни мұнда тағы да порттарды көріп тұрмыз. Бұл порттармен біз алдағы уақытта жұмыс істейтін боламыз. Енді біз жалпы Arduino IDE-ні өзімен танысатын болсақ, бірінші бұл проверка. Одан кейін келесі ол жүктеу батырмасы. Одан кейін жаңа файл ашу батырмасы. Жаңа файл батырмасын шертіп арқылы біз жаңа файл аша аламыз. Келесі батырма ол бізде ашу батырмасы, яғни осыған дейінгі бұрын жұмыс істеген скетчтерді ашу батырмасын ашып алуымызға болады. Одан кейінгі батырма ол сақтау батырмасы, яғни жазып болғаннан соң, скетчіміз аяқталғаннан соң біз сақтау батырмасын бартып, файлдың названиясын, яғни файлдың атын көрсетіп, өзіміз қалаған папкамызға сақтай аламыз. Келесі ол правка батырмасы. Бұл жерде кәдімгі Word-тағыдай копировать, ставить, выделить батырмалары, кәдімгі көзіміз үйренген батырмалар. Найти дегеніміз бұл кішкене мән беріп қарасаңыздар болады. Бұл жерде поискқа басып, мысалға кез келген мен тауымызға болады, текст болсын, код болсын, мысалға айнымалы беріп, сары 4 порт дейміз, мысалға оны сары емес, мысалы көкке өзгертуіңіз керек болса, сарыға басып, Ctrl-F, яғни найти батырмасын басып, біріншісіне поискқа сары, астындағы қатарға мысалға
көк, яғни greenге айналдырдық. Green дейміз, яғни біздің скетчтегі барлық сары деген сөзді, яғни green сөзіне автомат түрде өзі тауып алмастырып беретін болады. Бізде келесі скетч батырмасы. Скетчте бұл жерде ең көп қолданылатынымыз біздің бұл подключить библиотеку батырмасы. Бұл жерде біз алдағы уақытта жаңа датчиктің жұмыс істеу үшін осылай библиотекаларын добавить етіп отыратын боламыз. Яғни ол добавить етудің жолдары ол бірінші скачать етіп загрузкаға түсіп отырады. Яғни сол загрузкадан алып автомат түрде Arduino'ға өзі компьютер өзі салып беріп отыратын болады. Яғни ол автомат жазылған программа. Келесі библиотеканың жолы ол управлять библиотека, менеджер библиотекаға басып, бұл жерде бізге дайын библиотекаларды көрсетеді. Осы жерден поискқа атын білсеңіз атын жазып, болмаса сен іздеп отырып табуыңызға, және тапқан библиотекамызда установка батырмасын басып, яғни соңғы обновление алынған библиотеканы орнатып беретін болады. Келесі инструменты бұл жерде платаның, яғни портты таңдауымызға болады. Помощь бізге аса қажет жоқ. Жалпы осы бізде келесі монитор. Бұл жерде бізде Arduino'да болып жатқан іс-әрекеттерді осы монитордан көруге болады. Яғни Arduino'да цифрлық аналог сигналдарды қабылдап, осы мониторда шығарып алуымызға болады. Барлығы дұрыс болған жерде келесісінде дайын LCD-ге шығаратын боламыз. Қысқаша осы Arduino IDE-де алдағы уақытта тереңнен тағы да танысатын боламыз. Тағы да программа жазып үйренетін боламыз. Қош сау болыңыздар.